Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге пигоди дайындайтын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен пигодиміздің қамырын дайындаймыз. Ол үшін жылы суға дрожж, тұз, қант және өсімдік майын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң үстіне ұнды електен өткізе отырып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр елейміз. Енді қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 2-3 сағатқа көтерілдіруге қоямыз. Қамырымыз дайын боламын дегенше, енді ішіндегі салмасын дайындаймыз. Ең алдымен капустаны жіңішке етіп турап, үстіне тұз қосып, жақсылап езіп, бойындағы суын сығып алып тастаймыз. Одан соң үстіне фаршымызды қосып, тұз, бұрыш, кориандр және чеснок қосамыз да жақсылап араластырып, дайындап қоямыз. Қамырымыз жақсылап көтерілді. Енді осындай ұсақ бірдей бөліктерге бөліп, дөңгелек етіп бөліп аламыз. Біртіндеп пигодиларымызды бүреміз. Көтерілген кезде ашылып кетпеу үшін үстінен тағы да бір рет бүріп шығамыз. Және де тапамызға орналастырған кезде өте жақын орналастырмай, арасын ашық-ашық қылып орналастырамыз. Өйткені көтерілдіруге қойған кезде бір-біріне қатты жабысып бірігіп кетуі мүмкін. Пигодиларымыздың барлығын осылай бүріп шығамыз. Мінекей барлық пигодиді бүріп болды. Міне осындай қылып орналастырып, жарты сағатқа көтерілдіруге қоямыз. Мінекей пигодиларымыз пісті. Әдемі болып көтеріліп, жұмсақ болып үлпілдеп пісіп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.